Ассалаумағалейкум, өнер десе ішкен асын жерге қоятын қадірлі ағайын. Барлықтарыңыз білесіздер, елімізде шілде айының 1-ші жексенбі күні ол ұлттық домбыра күні болып бекітілген еді. Сол бекітілген күннен бастап елімізде осы күні қазақ халқының ұлттық құндылығы есептелетін ерекше киелі аспабы домбыра күні аталып өтеді. Атақты Қадыр Мырзалиев ағамыздың өзі нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра, екі шектің бірін қатты, бірін сәл тәлкен бұра деп жырлаған. Барлықтарыңызды ұлттық домбыра күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің құрметтеріңізге қасиетті, киелі домбырамызды әрқашанда насихаттап жүрейік деген ниетпен домбыра туралы керемет бір ән жазу жолдайын. Қабыл алыңыздар. Әгугай домбыра әні. Әсемәуен дала кезіп барады, әгугай, 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 ару балқып жігіт төмен қарады, әгугай, 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 селдетерлік сезімге тайсел болып домбырамның әгугай, күйшерткенде шанағы селдетерлік сезімге тайсел болып домбырамның әгугай, күйшерткенде шанағай. Перне қуған нәзік саусақ салала, әгугай, 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 кейде желе, кейде орғи шабада, әгугай, 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 тоғыз перне қосы шектен сыңсыған аққу ұшып, әгугай, қаздар қайтып барады, тоғыз перне қосы шектен сыңсыған аққу ұшып, әгугай, қаздар қайтып барады. Тоғыз перне қосы шектен сыңсыған аққу ұшып, әгугай, қаздар қайтып барады. Мереке құтты болсын, аман болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.